Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Астанада әйелін балконнан итеріп жіберген ер адам сотталды. Ол мас күйінде үй ішінде жанжал шығарып, әйелін ұрып соққан және тұншықтырып балконның терезесіне шығарып, екінші қабаттан лақтырып жіберген. Салдарынан әйелдің денсаулығына ауыр зақым келген. Ер адам өз кінәсін мойындады. Оның жәбірленуші айғақтары мен сот сараптамасы қорытындысы және істің басқа материалдарында расталды. Сот үкімімен ер адам денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіргені үшін кінәлі деп танылды. 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енді. Ал Қазақстанда балалар мен жеткіншектердің көбіне өз туыстары мен жақындары зорлайды. Мәжіліс депутаты Нартай Аралбай зорланған балалардың 77-сі әкесі, өгей әкесі, көршілері немесе туыстарынан зорлық-зомбылық көргенін айтты. 2019 жылы Қазақстанда құқық қорғаушылар 2800 зорлаушыны балаларды зорлаған 1350 педофилді тіркеді. 2021 жылы каникулдарда 1851 педофил жазасын өтеп жатқаны. Сол жылы бас бостандығынан айырылу орындарындағы 50 педофил босатылды деген ақпарат тарады. Мұнымен қалай күресу керек деген ұсыныстардың ішінде ол мектеп психологы мамандарын көбейтуді, әлеуметтік мұғалімдер мәселені реттеуді атады. Ал Атырауда екінші күні қатарынан шаңды дауыл тұрды. Сақ болайық. Оралда ойын алаңында 7 жасар бала саусағын кесіп алды. Оқиға 6 сәуір күні Сарытау шығанағында Мөңкейұлы көшесінде орналасқан ойын алаңында болған. 7 жасар ер бала шаншының жартысына айырылған сырғанақтан түскенде қаңылтыр мен ағаштың ортасында саусағын қысып қалған. Сақ болайық көрермен. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.